ұзындық бірліктерінің арақатынасын есте сақтауды балалар көбінесе қателесіп жатады, жаттай алмай жатады. Сондықтан мен өзімнің оңай олардың арақатынасын есте сақтаудың оңай жолын көрсетейін сіздерге. Алдымен тақтаға ұзындықтың өлшем бірліктерін кішісінен ірісіне қарай жазып шығам. Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр деп. Одан кейін миллиметр мен сантиметрдің ортасына бір нөлді қойып, балалардан сұраймын: балалар, 1 сантиметрде қанша миллиметр бар деп сұраймын. Балалар жауап береді: 1 сантиметрде 10, бір нөл болғандықтан 10 миллиметр бар деп жауап береді. Жарайсыңдар балалар. Одан кейін дециметр мен сантиметрдің ортасына бір нөлді қоямын да, балалар, 1 дециметрде қанша сантиметр бар деп сұраймын. Балалар 1 дециметрде 10 сантиметр бар деп жауап береді. Жарайсыңдар балалар. Енді метр мен дециметрдің арасына бір нөлді сызамын да, қоямын да, балалар, 1 метрде қанша дециметр бар деп жауап беремін. Балалар 10 дециметр бар деп жауап береді. Жарайсыңдар балалар. Енді метр мен километрдің арасына 3 нөлді қоямын да, балалар, 1 километрде қанша метр бар деп сұраймын. Балалар, 1 километрде 1000 метр бар деп жауап береді. Жарайсыңдар балалар. Енді миллиметр мен дециметрдің арасындағы нөлдерді санатамын. Балалар, 1 дециметрде қанша нөл көріп тұрсыңдар? 2 нөл көріп тұрсыңдар. Ендеше 1 дециметрде 100 миллиметр бар деп жазғызамын. Одан кейін сантиметр мен метрдің арасында неше нөл көріп тұрсыңдар деп сұраймын балалардан. Балалар жауап береді: 1 метрде 100 сантиметр бар екенін айтып жазады. Тамаша. Енді 1 метр мен 1 миллиметрдің арасында қанша нөл бар екен? 3 нөл бар екен. Ендеше 1 метрде 1000 миллиметр бар деп балалар айтады. Балалар, ендеше 1 миллиметр мен 1 километрдің арасында қанша нөл көріп тұрсыңдар? Ендеше 1 километрде қанша миллиметр бар екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, 1 километрде миллион миллиметр бар екен. Жарайсыңдар балалар. Балаларға осылай үйреткен өте тиімді. Келесі сабақта қандай тақырыпты білгілеріңіз келеді? Комментарийға жазып кетіңіздер.